Әмір Оқас едігенің немересі. 1428-1447 жылдар аралығында Маңғыт жұртында билік құрған, білесіздер ме? Әмір Оқас көшпелі өзбектер хандығының билеушісі Әбілқайырдың беклербегі, сенімді серігі болған еді. Әбілқайыр хан Әмір Оқасқа Сыр жағалауындағы Үзген қаласын сыйлаған екен. Болжам бойынша Әмір Оқас тұсында Маңғыт тайпалары Жайық өңіріне топтасып, Әбілқайырдан бөлініп, Ноғай ордасының негізін қалай бастайды. Орданың орталығы Еділ мен Дон өзендері аралынан Сарайшыққа ауысқан. 1447 жылы Әмір Оқастың өлімінен кейін 30 ұлды Оқастың балалары Әбілқайырдан бөлінеді. Жайық бойындағы өз ордасын нығайтуға кіріседі. Әсіресе Әмір Оқастың ұлы Мұса би көзге түседі. Сол кезеңде Әбілқайырдың саясатымен келіспейтін ханға қарсы топ Керей мен Жәнібек сұлтандардың бастауымен қазақ хандығының негізін қалаушыларда бөлініп кетіп, Шу бойына қоныс аударады. Халық ауыз әдебиетінде Шалқыйыздың толғауында Әмір Оқас туралы 10 сан Ноғай, отаныма қарасам, Оқас мырза оғырсызды көрермін деп жырланған екен. Сарайшықтағы хандар пантеонында Ноғай билеушісі Әмір Оқасқа да белгі қойылған.